Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарайтын болсаңыз өміріне, Айша анамыз радиаллаху анха айтады ғой, мысалы 3 күн қатарынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бидай нан жеп көрмеген дейді. 3 күн қатарынан нанға тойған күні болмаған дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда ойлаңыз, мысалы біздің біреуіміз үйде отырып нан алуды ұмытып кеттік Алланың қалауымен. Кешкі дастархан, тамақтар қойылды, нан жоқ. Сол кезде не дейміз? Үйдің отағасы айтады: алып қоймайсыңдар ме нанды? Бағанадан не істеп жүрсіңдер? Алла тағала қалады сізге сол күніңіз бір кішкене болса да пайғамбардікіне саласа ұқсасын деп. Сіз ұқсатпай тастадыңыз. Көрдіңіз бе? Алла тағала сіз білмейтін жақтан сізге тәрбиелейді. Сіз егер қанағаттанып жүрген, пайғамбарымыздың өмірімен салыстырып жүрген болсаңыз, Алла тағала сізге сол жерде айырып алуды үйретеді. Не болып жатыр сіздің үйде? Сондай сәттер ешқашан болмау керек та. Әрдайым жеткілікті болу керек сізде бүкіл нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өз негізгі тамағы, жаңа бізде қара нан мен қара су деген сөз бар ғой. Оларда да жаңағы әсуадайни деп айтады арабтар. Қара құрма мен қара су дейді. Қара құрма мен қара сумен сол қара құрманы жеп, қара суды ішіп өскен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шындап келгенде. Анасы радиаллаху анха айтады, Мединаға келген күннен бастап дейді. Мединаға келген күннен бастап пайғамбарымыз бір дұрыс мынандай үстелдің үстінде тамақ ішіп көрген емес дейді. Жерде. Көрдіңіз бе қандай? Өмірі қандай да? Өйткені ол қияметке дейін жасай беретін үлгі. Ол кісімен дүниенің арасында ешқандай байланыстың жоқтығы. Содан бір «Уәләм яқул хубзан мураққақан» анасының сөзіне қараса, бір жұмсақ нан жеп көрмеген адам дейді. Ал таңғалыңыздар. Ал біз жұмсақ нанды күнде жейміз ғой. Біз керісінше қатып қалған нанды жемейтін жайға көштік біз. Пайғамбарымыздың жеп жүргенінің бәрі қатып қалған нан еді. Суға езіп, соны жейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да Аллах тағаланың ең сүйікті құлы.